Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ляззат. Достар, бүгін біз дәмді, керемет шелпек пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ мені арнамда манни қосылған шелпектің, ашытқысыз дайындалатын шелпектің және де дәмді керемет қаттаманы рецептісі бар. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Ал ендеше қамыр илеуді бастаймыз. Ыдысымызға жылы сүт, жылы суымызды құямыз. Одан соң қант, тұзымызды қосамыз. Сүт пен су міндетті түрде жылы болғаны дұрыс. Одан соң ыдысымызға ашытқыны салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойдым. Ұнды 2-3 бөлікке бөле отырып салып, жұмсақ қамыр илейміз. Сондай-ақ достар, мені арнамда көптеген қолжетімді мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да тексерілген. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша батырмасын басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Қамырды жұмсақ қылып илейміз. Одан соң қолымызды аздап майлап алып, қамырдың бетін майлап шығамыз. Бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қоятын боламыз. Және де достар, төмендегі поделиться батырмасын басып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен мені рецептімен бөлісіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін аса қажет. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Оны 7 бөлікке бөліп алатын боламыз. 7 бөлікке бөлген соң дөңгелектеп күшелейміз. Және де достар, комментарий жазу арқылы сіздер де менімен өздеріңіздің рецепттеріңізбен бөлісіңіздер. Мен де сіздердің рецепттеріңізбен жасап көретін боламын. Қолдың көмегімен, болмаса осылай оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Әркім өз қалауынша жайған дұрыс. Мен жұқалау етіп жаямын. Сонда да біздің қамырымыз көтеріліп, жұмсақ болып пісетін болады. Жеті шелпектің біздің қазақ халқында маңызы өте зор, қасиетті болып келеді. Әрбір бейсенбі жұма сайын міндетті түрде әрбір шаңырақта 7 шелпек пісіріледі. Қызып тұрған қазанымызда пісіріп алатын боламыз. Әрбір шаңырақта 7 шелпек пісіріліп, міндетті түрде Құран оқылады. Және де 7 үйге таратылып, қабыл болсын айтылады. Мінекей біздің 7 шелпектеріміз керемет дәмді болып пісіп жатыр. Біздің шелпектеріміз дайын болды. Сіз де мені рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай біздің шелпектеріміз өте жұмсақ болып шықты. Достар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыз.